Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында осындай өте дәмді қытырлақ болып шығатын шаурманы жасайтын боламыз. Әркім әртүрлі айтады, біреулер шаурма десе, біреулер донер деп айтады. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен тауық етін жақсылап маринадтап аламыз. Ол үшін бізге бір пияз керек. Пиязды қақ ортасынан бөліп, одан кейін осылай жұқалатып, барлығын жақсылап турап шығамыз. Пиязымызды турап болған соң бізге тауық еті керек. Оны да видеодағыдай жіңішкелетіп турап, соломка тәріздес қылып тураймыз. Әрине пішінін өзіңізге қайсысы ұнайды, соны турасаңыз болады. Соломка немесе төрт бұрышты етіп турасаңыз да болады. Барлығын жақсылатып, осылай видеодағыдай әдемілетіп турап шығамыз. Бұл ингредиенттен бізде 5-6 шаурма шығатын болады. Барлығын осылай турап болған соң, енді біздің осы тауық етіне құрғақ сарымсағымызды қосамыз, паприкамызды қосамыз. Одан кейін тауық етіне арналған дәмдеуіштерді де қоссаңыз болады. Егер де дәмдеуіште тұз болса, онда тұзды қоспаймыз, ал егер де тұз болмаса, онда міндетті түрде жарты шай қасықтай тұзымызды қосамыз. Одан кейін 2 ас қасық майонезімізді қосып, тауық етімізді 1 сағатқа маринадталуға алып қоямыз. Тауық еті маринадталуы ұзақтау тұрған сайын дәмі де өзгеше дәмді болып шығады. Бұл видеода мен бірінші рет жасадым, бірақ та кәдімгідей бұл шаурма менің көңілімнен шықты. Енді дүкендерден сатып алмай, балақайларға өзім осылай үйден жасап беретін болдым. Етімізді маринадталуға жібердік. Енді біздің шаурмамыздың арасына жағатын соусымызды әзірлейміз. Ол үшін бізге 2 сарымсақ қажет. Оны бірінші рет басып езіп алып, одан кейін видеодағыдай ұсақтап тураймыз. Неғұрлым ұсақ болған сайын сіздің соусыңыздың дәмі де соғұрлым дәмді болып шығады. Сонымен қатар достар, шаурмаға фриді да қосамыз. Оның рецебінің сілтемесі мен жоғарыда қалдырып өтемін. Қазір сол сілтемеден бассаңыз, видео біткен соң міндетті түрде бірден сізге сол фридің рецебінің сілтемесі, яғни видеосы келетін болады. Енді біздің сарымсағымызға 2-3 ас қасықтан майонезімізді немесе қаймақты да қоссаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңызша жасауға болады. Барлығын осылай жақсылап араластырып болған соң, міндетті түрде енді біздің соусымызға кез келген укропты немесе петрушканы, тіпті кинзаны қоссаңыз да болады. Барлығын осылай жақсылап қосып, енді араластырып аламыз. Біздің соусымызға ерекше дәм беретін, сонымен қатар лимон қышқылында қосуға ұмытпаймыз. Мінеки біздің соусымыз дайын болды. 1 сағатта уақытымыз өтті. Енді тауық етін пеште конвекция режимі болса 200 градуста шамамен 20-25 минут пісіріп аламыз. Ал егерде конвекция режимі болмаса, онда әдеттегідей қосып жүрген режимде жақсылап пісіріп алатын боламыз. Енді етіміз піскенше қиярымызды, одан кейін қызанағымызды, дәл видеодағыдай оны да соломка тәріздес жақсылап жіңішкелетіп турап аламыз. Ингредиенттерінің барлығы видеоның астында жазулы тұр, қарасаңыздар болады. Сонымен қатар мен фридіңді рецебін сілтемесін қалдырып өтемін. Видеоның астында сілтемеден өтіп қарасаңыз болады. Сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, әртүрлі қолжетімді ингредиенттерден жасалатын тәтті тағамдардың рецебімен таныс бола аласыздар. Мінеки біздің етіміз пісті. Енді біздің шаурмамызды жинап бастаймыз. Ол үшін бізге лаваш қажет. Лавашқа сочны болу үшін тағы да 1-2 қасықтан майонезімізді жағамыз. Одан кейін тауық етін саламыз. Тауық еті қыздар ескере кететін бір жайт, міндетті түрде суып тұру
керек. Өйткені сіз ысылай салсаңыз, қазір ораған кезде сіздің ішіне салған барлық құрамдарыңыз ақтарылып қалуы мүмкін. Одан кейін фриімізді саламыз, дәміне қарай осылай әдемілетіп соусымызды құямыз, қиярымызды, қызанағымызды саламыз. Ащы болғанын қаласаңыз, сәл осы жерде тұзды да себуге ұмытпаймыз. Мінеке, одан кейін дайын болған шаурмамызды осылай видеодағыдай әдемілетіп орап аламыз. Одан кейін табамызды алдын ала жақсылап қыздырып алып, екі жағын қызарғанша видеодағыдай қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Мінеке, небәрі жарты сағаттың ішінде шаурмамыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Кәдімгідей өте дәмді, қытырлақ болып шығады. Видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.